Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Қандала диваннан басқа жерде де өмір сүреді. Ағаштарды жақсы көреді. Ол вообще құрттардың бәрі ағашты жақсы көреді. Әсіресе бесікті. Баланың денесі жұмсақ, оған шалға свежий қан деген сияқты ол жақсы көреді. Сол үшін бесіктерді тексеріп тұру керек. Баланың денесін тексеріп тұру керек. Бесіктің жабдықтары бар ғой, жабуы, жаңағыдегі паялдоз дейді ма, солардың бәрін тексеріп тұру керек. Өйткені баланы шағуы мүмкін. Бала жылайды, бірақ айта алмайды. Сол үшін бесікті қарап тұрамыз міндетті түрде. Және бесіктерде мынандай тесіктері көп. Ағаштар бір-біріне қосылған жерлері осылардың арасына кіреді. Ағаштың жаңқасы дейміз ғой, осы міне аралар қуыс. Осылардың арасына да жұмыртқа қалдырады. Ол бізге көрінбейді. Ол жұмыртқасы ашып шыққан кезде ғана көре аламыз.